Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Бүгінгі бейне сабағымыз шахмат партиясындағы кездесетін шабуыл түріне арналады. Партия кезінде қарсыласты әлсіретудің тиімді жолы ол дұрыс шабуыл жасау. Кезекті шабуылдың бір түрі ол вилка деп аталады. Вилка дегеніміз не? Вилка дегеніміз бір фигураның бір жүрісте қарсыластың маңызды екі фигурасына шабуыл жасауы. Бұл жүрістен кейін қарсыласымыз шабуыл жасаған фигураларының бірін таңдауға мәжбүр болады. Осылайша жеңіске бір қадам жақындай түсеміз. Біз оған қарапайым мысалды алсақ болады. Дәл қазіргі сәтте вилканы көбіне ат фигурасымен я болмаса піл фигурасымен қойып жатады. Ал қазіргі біздің мысалымызда біз ат фигурасымен қоятын боламыз. Ат фигурасын Г әріпмен жүретін себептен мына алаңқайға қоямыз. Яғни осы алаңда тұрған кезде ол бір жүрісте ат фигурасына, екінші жүріс дәл сонымен қатар піл фигурасына да шабуыл жасап тұр. Яғни бұл жерде қарсыласымыз міндетті түрде бұл фигуралардың бірін таңдауға мәжбүр болады.